Бүгін біз сендермен ары қарай екінші сабақты басталғалы жатырмыз. Ал ең алдымен нейро гимнастикалық жаттығу. Кәнекей балалар, өзіміз жасап көрейікші. Шеге, балта. Ал өзіміз жасаймыз. Шеге, балта. Ал өзіміз. Жылдамдықты қосамыз. Сыртқа емес, ішінде, мынаның ішінде. Ал іздейміз, табамыз. Таптың, жақсы, тапсан орныңа барып отыр, көтер соны, көтер орныңа барып отыра ғой. Тапқан бала, кәнекей тапқан бала, ізде. Кім тапты, отырады орнына, тезірек. Кім тапты, дұрыстап қараңдар бөлменің ішін. Қараңдар, жасырынып тұр. Дұрыстап қараңдар. Қараңдар, жан жақты, тамаша. Ибрахим, таптың, отыра ғой, алдыңа ала ғой. Келесі, тапты, Назира тапты. Тағы қараң, қай жерде бар тағы да. Бар, тамаша, тапқандарың бар екен. Кім тапты, енді отырады орнына. Отыра қойыңдар. Отыра ғой. Отырамыз, Сабытай, Амир, отырамыз. Кім тапқан жоқ, енді оған кездескен жоқ деген сөз. Ал кәнекей, отырамыз. Тез, отыр. Ал енді бері қараймыз. Кімге не кездесті? Так, Назира, сенде бар ма екен? Бастайық сенен. Бұл не? Балалар, сендер көріп отырғандай не екен ол? Сендер не таптыңдар? Айтыңдаршы, не таптыңдар? Үш бұрыш таптың. Сен не таптың? Назира? Шаршы таптың ба? Бұрыш. Так. Басқаша айтқанда не болады бұл? Тік төрт бұрыш. Тағы кімде бар? Ибрахим, сен не таптың? Шаршы. Назира, сен не таптың? Бес бұрыш. Бір сөзбен айтқанда бұлар не екен? Қандай фигуралар бұлар? Қандай фигуралар? Мыналарды бір сөзбен не дейміз? Геометриялық фигура. Балалар, бүгін біз сендермен екінші сабақты басталғалы жатырмыз. Бұл жерде 2-1 тапсырмада суретке қараңдар. Суретке қарай отырып, есте сақтап, суретті салатын боламыз. Оған сендерге 40 секунд беріледі. Кәнекей, дайынсыңдар ма бәрің? Суретке қараймыз. Ал, Ибрахим, аудар. Кетті. Салмаймыз, тек суретке қараймыз. Суретке қараңдар, тек суретке қараймыз. 40 секунд өткеннен кейін мен жауып тастаймын. Өздерің есіңде не қалды, соны суретке саласың. Ибрахим, мұнда қара. Суретті бастаймыз. Балалар, келесі 2-4 тапсырмада бізде артикуляциялық жаттығулар, яғни қазір сендермен жаттығуды жаттап алып тілді ұстартамыз. Кәнекей, кітапқа қарап отырып, бірінші оқимыз, кеттік. Бүгінгі күн тамаша. Ары қарай. Бөлінген айқашу. Так, келесі. Ары қарай.
балта мен отын жару. Ал енді мына алдарындағы тұрғанды былай аудара қойыңдар, тек аудара қойыңдар. Аударыңдар, осылай көрсетпей ешкімге аудара қойыңдар. Сабытай аудара қой. Ане, аудардық. Ал аудардық па? Тамаша, Сабытай. Ал енді Канеки дұрыс отырып кеттік. Жаңағы енді қимылмен де көрсетуге болады. Кеттік. Ша, бүгінгі күн. Тамаша. Ше, кел, найық, ендеше. Мысық. Тамаша. Ар. Не істеп тұр? Қар жауып, аппақ қар. Жауып тұр, аппақ қар. Содан кейін, ең соңғы. Жоқ. Ру, балтамен отын жару. Тамаша. Артикуляциялық жаттығу жоқ. Артикуляциялық жаттығуда құймақты былай істейміз. Бірінші тіліміз, аузымызды ашамыз. Тілімізді түгел ашыңдар. Амир, жасай ғой. Тамаша. Балалар, келесі тапсырмада бізде 2-де 5-ші тапсырмада түрлі түсті кесте берілген екен. Алдарында міне мынандай түрлі түсті кесте берілген. Осы түрлі түсті кестені көріп есте сақтау керек. Сіздерге 1 минут уақыт. Ал есте сақтадық па? Жабам. Бастаймыз. Минут кетті уақыт. Кетті. 1 минут уақыт. Даже 40 секунд. Тез. 40 секунд. Тез. 40 секунд. Келесі тапсырма 2-де 7. 2 қолмен сурет салу. Яғни бұл жерде мидың жарты шарларының жұмыс істеуді дамытамыз. Түсінікті ма балалар? 2 қолмен. Так, дайындал. Бастаймыз. 2 қолмен бірдей. Бірдей. 2 қолмен бірдей. Екі қолмен бірдей барыңдар. Біреуін сызып, екіншісін сызбаңыз. Ол дұрыс емес. 2 қолмен бірдей жүру керек. Төменге түсесің, Сабытай. 2-де 8-ші тапсырма берілген 10 сурет бойынша, яғни мына жердегі берілген 10 сурет бойынша есте сақтап, рет-ретімен айтып шығу керек. Оған берілетін минут 1 минут екен. Бұл мнемотехника, яғни бұл жерден берілген сөздерден мәтін құрастыру. Уақытымыз кетті, балалар жаттау үстінде. Азғантай уақыт қалды. Есімізде сақтаймыз, кейін айтып шығамыз. Бастай ғой. 5 бұрыш бұл ай өрмекші кран алмұрт орам жапырақ ірімшік тышқан ананас. Тамаша, дұрыс айтты. Тағы да кім айтады екен? Кім? Ал айта ғой, Ибрахим. 5 бұрыш бұл ай кран армұрт Өрмекші қалып қойды, е? өрмекші Алмұрт, одан кейін, алмұрттан кейін орам гүл жапырақ ірімшік тышқан
Ananas. Тамаша. Тағы айтатын бар ма? Кім айтады? Тек қана екі оқушы айтты. Назира, айта ғой. Бес бұрыш, бұлт, ай, өрмекші, кран, алмұрт, орым жапырақ, ірімшік, тышқан, ананас. Ананас. Жақсы, сөздерді айттыңдар. Ал енді ертегі қылып кім айтып береді жаңағы мәтін құрап? Кім айтып береді? Кім айтады? Дала тұз, Тамаша. қоян, шеге, Тамаша. Қасық. қасық, Көрпе. көрпе. Жақсы. Келесі тапсырма балалар. Бұл жерде бізде мнемотехника, яғни мнемотехника деген не істейміз? Сөздерді бір-бірімен не істейміз? Байланыстырамыз, яғни қисынды байланыстырамыз. Балалар, кәнекей бірінші сөздерді оқиықшы, оқыңдар. Піл аспан. Піл, аспан. Екінші, дала, тұз. Келесі. Қасық, көрпе. Келесі. Шеге, қоян. Орамал, көбелек. Сурет, өзен. Шана, гүл. Тамаша, сендер сөздерді оқып шықтыңдар, я? Енді осы сөздерді бір-бірімен байланыстырамыз. Ол үшін біз сендермен қызықты етіп мәтін құрастырамыз. Ал бастаймыз, кеттік. Бірінші, қараңдар, піл Аспан. Піл аспанға ұшты. Жақсы, келесі. Дала тұзды. Келесі. Қасық, көрпеде жатыр. Тамаша, келесі. Шеге, қоян барды. Шеге қоянға барды. Жақсы. Орамал, көбелек. Көбелекте, ары қарай. Сурет, өзенде барды дейсің ба? Жарайды. Ең соңғы шана гүлге толды. Тамаша. Енді қазір ойланып отырыңдар, өздерің құрастырасыңдар. Артикуляциялық жаттығуларды жасаймыз. Алдымен желкен. Сабытай, желкен. Тамаша. Келесі. Тосап. Тамаша. Үндік. Тамаша. Терезе. Тамаша. Тарақ. Тамаша, жарайсыңдар.